Мэйфл арнасы танылмастан бұрын оның 12 каналы болған. Кімде-кім сенетін шығар, кімде-кім сенбейтін шығар, бірақ онда шынымен де 12 каналы болмаған. Ешқашан өтірік айтпайды. Бұл видеолық кликбейт деп өтірік істеген жоқпын. Сенбесеңіздер, Мэйфлдің өзінен сұрасаңыздар болады. Мен пруфтарды удостоверить ете аламын. Егер сіз сенбесеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер сенбейді деп. Мүмкін бір видеода көрсетіп қалам, что Мэйфлдің сөйтіп айтқанын. Короче, достар, сіздермен Фленди, және бүгінгі видеода Мэйфл арнасы танымал болмастан бұрын. Ал видеомызға кеттік. Мэйфл, яғни Әлішер Өміртаев. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Және оның жасы 16-да, скоро 17-ге толады, так что құттықтап қойыңыздар. Вот. Мэйфл танымал болмастан бұрын өзінің творчествосын ағасынан бастаған. Өшін оны ағасы ютубпен таныстырған болатын. Және ағасы сияқты ол видео түсіріп бастаған. Яғни видео түсірген кезде ағасы сияқты влогтар түсірген. Ағасын оны танымайтын шығарсыздар, өйткені ол қазір армияда. Сол ағасының каналын жалғастырып жүрген, кейбір каналын замат еткен. Өшін осылай. Видеороликтің басында мен сіздерге айтқан 12 канал болған деп. Сол 12 каналына ол орысша түсірген, влог түсірген, Minecraft Edition түсірген, ақыр соңында Free Fire контентқа келген. В общем, оған Сарбаз деген ютубер ұнақ қылған болатын. То есть Сарбаз емес, енді Сарбаздың контенті Free Fire түсіретін ойын ұнап қалған болатын. В общем, достар. Соның арқасында Мэйфл дамитын контент шығарау деген сияқты оймен келді да, Free Fire контентқа ауысып, МКП-дан каналын сатып, соған бір жақсы телефон сатып алып, немесе наушники сияқты, короче, ютубқа арналған заттарды сатып алып, мінекей ютубқа келіп, өзінің көптеген подписчигін жинаған болатын. Және де достар, ол ағасы влог түсірген кезде ағасымен бірге түсірген, но біз оны Minecraft Pocket Edition деген достар оймен таныстырған болатынбыз. В общем, бір история жіберейін, ол Discordта отырған болатын, типа Шелзилармен. И бір күні мен кіріп қалдым сол кезде, ол кезде біз гильдияда болғанбыз бәріміз Шелзимен. Ол кезде ол музыка тыңдап отқан. Вот, қандай музыка десеңіздер, XXXTentacionның Спуляя Мулая деген музыкасы. В общем, достар, соны тыңдатқан кезде мен онымен танысқан болатынмын. Содан кейін ол біздің гильдиямызда пайда болып бастады. В общем, задрот болатын МКП-нің AFP деген, короче, сервер бар, сол жақта полысатын, бедварс ойнайтын, в общем, сонымен көп достасқан болатынбыз. Қазірге дейін достасып келе жатырмыз, мен оған превью істеймін, ол маған кішкене дамуға көмектеседі. В общем, өздеріңіз сообществодан көріп жүрген сияқтысыздар. Және достар, ол 14 жасында ютубқа кепті, ну, почти мен сияқты. Мен где-то бір 13 жасына келген болатын, но мен жайлы видеоролик емес, бұл Мэйфл жайлы, яғни Әлішер Өміртаев жайлы видеоролик болған болатын. Сіздер мұғымен Фленди, егер сіздерге краткий история ұнаған болса, обязательно лайк басыңыздар, Мэйфлдің арнасын тіркеліңіздер, ссылкасы обязательно описаниеда болады. И маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер мұған Фленди, пока-пока, чао.